сәби келді ақ періштен кәлаған иіскеп еміреніп мейірленген туған анаң періште сәби құлыным мен үшін бүгін ұлы күн қабылдап ана жылуын аман бол тағдырдың көрме тарлығын алдыңда нелер бар күнім мойныңа алып баршы күн адам бол аттама адалдықтың ақ жолынан балапаным деп анаң кірпік қақпай атқызатын алатаңын періште сәби құлыным мен үшін бүгін ұлы күн қабылдап ана жылуын аман бол тағдырдың көрме тарлығын алдыңда нелер бар күнім мойныңа алып баршы күн адам бол періште сәби құлыным мен үшін бүгін ұлы күн қабылдап ана жылуын аман бол тағдырдың көрме тарлығын алдыңда нелер бар күнім мойныңа алып баршы күн адам бол мойныңа алып баршы күн адам бол айналайын ақ үрпек балапаным сен арқылы бойға нұр таратамын сен бар болсаң қасымда болды маған кең әлемді өзіңе қаратамын тұсауыңды кестіріп күн нұрына шомылдырдым айдынның тұнығына табиғаттың ең қызық қуанышы татымайды ау бір сенің қылығыңа қолың шағым менің ұмыт шағым менің анасының қара көзіндей тәй басқан едің сөйлей бастап едің әкесінің тәтті сөзіндей қолың шағым менің ботақаным менің ертерек өсе бер шеші әке көргенді ол оқ жонады деген ұлы сөзге лайық бол бұл дүниеде биік асқар тауларда көп ойшы құрыттыман дүние менің тілегенім байқап жүр дегенім қиындықтан еш қорықпа қолың шағым менің ботақаным менің ертерек өсе бер шеші әке көргенді ол оқ жонады деген ұлы сөзге лайық бол қолың шағым менің ботақаным менің ертерек өсе бер шеші үлкендерден бастап мынау бойымыздың төріндегі үлкен дастарханнан бастап жайғасайық келіңіздер
Омарымыздың ардайына қашылары бар одан кейін мінекей. Алыстан келген міндет тоймен шақырайық. Қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Қымбатты. Қайырлы кеш тағада қымбатты ағайын, армысыздар. Омартай баламыздың тойына келген барша ағайын. Армысыздар тұсаукесерге келгендерге, бармысыздар жас кәрі өрендерге. Ассалаумағалейкум деп айтайық, уағалейкум әссәлем дегендерге. Ассалаумағалейкум ағайын, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, уағалейкум әссәлем, Алланың баршаңызға амандығы сәлемі болсын деп сіздермен амандасып алып бісміллә деп тойды бастайық деп тұрмыз. Тойымыз құтты болсын. Мінекей қадірлі әкеміз бақыт, анамыз бақыт күлдің. Мағынасымен, мәні салиқасымен сән жарасқан әулетінде Аллаға шүкір той омарымыздың тұсау кесіліп, күрмеуі шешіліп, қаз балам, қадам бассаң мәз болам дейтін шаққа келдік. Барлығымыз мәз майрамы осы тойға келдік. Ендеше тойымыз құтты болсын. Тарихы тектіліктен тамыр алған, топырағын тектеткен тәңір Аллам жайсаңдардың мекені жарқ етіп, келтемес баһадүрлер бағланнан, батырлары елім деп жауға шапса, дұшпанның басын жауып жанын алған, Мәскеуде де қылқаламмен мойындатқан, Қастеев табанының табы қалған, Дәнештің әуелеген әні қалған, сол кешегі жақсылармен жайсаңдардан сақталып, жазиралы Жаркент деп бәрі қалған. Жаркент елі, Көктал елі той құтты болсын. Сән салтанатымен ендесе қадірлі ата апасы, әке шешесі Омартай батырымызды ортаға тамаша әнмен Аяру ансамблінің сән салтанатымен ортаға алып келсек, сіздерді құрмет қошеметтеріңізбен кешіміздің басты кейіпкері мәні сәні Омар баламыз қарсылайық. Аяру ансамблі сіздер Бетеге кетсе, бел қалар, бектер кетсе, ел қалар, береке кетсе, нен қалар дейді. Аллаға шүкір, берекесі, ынтымағы, татулығы жарасқан осындай отбасында. Әкеміз бақыт, анамыз бақыт күл болғанда, Аллаға шүкір, ол қыздары бақытқа кенеліп, бүгін той жасап жатыр. Той құтты болсын. Омартайдың тойлары талай бола берсін. Басына бақыт құсы қона берсін. Немеренің қызығын сіздер көріңіздер. Пенсияның қызығын солар көрсін. Берсе тойға жайдық, осындай ел жұрттың ортасында думандатып, сән салтанатымен той жасап жүре беріңіздер. Енді ардақты ағайын, бастарыңызды осы тойға шақырудағы басты мақсат Омар дүниеге келді.
Содан бері Аллаға шүкір тұсауын кесіліп жатқанда ағайын туысының батасын алайық. Bir тойда болайық. Қуанышты бізбен бірге туыстарымыз, жақындарымыз бөліссін деп сізбенен бізді тойдың төріне шақырды. Біздің ұстазымыз Толымбек Әлімбекұлы аға айтады, қазақ қызық дейді да, бір нәрсені кеспесе осы той жасамайды дейді. Ой аға бол қалай? Бала дүниеге келгенде кіндік кеседі, қазақ той жасайды. Осындай Омар сияқты бір жасқа келгенде тұсауын кесіп той жасайды. 3-5 жасында фукет бір кесіп той жасайды. Үлкен кесу ол некесін кесу дейді. Сол некесін кескен тойға бірге жетейік деп бәріміз ниетте дұғада болып, әкелердің ақ батасын алып тойды бастайық ағайын. Той құтты болсын, той төріне өздеріңізді шақырайық, той барысында той иесін құттықтап құрметтейміз деген ниеттеміз. Той иесіне қол соғымен де баталы болайық әуелі. Осы ортада тұрғанда дұрыс шығар. Қымбатты Тұраlıдай қымбатты құдамыз бар. Осы өзіңіздің Әулиеағаштың қадірлі, қымбатты, азаматты әкеміз, құдамыз деп жатыр. Туралы әкеміз ақ батасын беріп, тойды бастап, томағасын спорт берсін. Батаны жас берсе де, кәрі берсе де болады. Бірақ осы кісінің аузының дуасы бар. Әулиеағаш деген қасиетті жерде тұрады. Осы кісі бата берсін деп. Bismillahirrahmanirrahim деп бастайын батамды. Көтерейік білекті, дұрға біліп жүректі. Омарға бата берейін, ағынан айтып тілекті. Сәбиіміз сүйкімді болсын, өнер білімге икемді болсын. Бәйтеректей бойшыңдап, өрен өркенді болсын. Қос қанаты талмасын, сұмқардай биік самғасын. Даналардың тәрімін жағаласын, жалғасын. Құрбыларынан қалмасын. Омардың тойы қауымның тілегі қабыл болып, үлкен азамат болуға Алла өзі жар болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху акбар. Тұрдалы әкеміз отырсаңыз болады, той құтты болсын. Батаңыз қабыл болсын. Сіздің жасыңызды бізге берсін. Біздің жасы сізге берсін. Жасап жүрсеңіз, жас бол. Барша қымбатты ағайын мінеке алдарыңыз басып қойды. Астың басы бисмилля, соңы әлхамдулилля деп бисмилля деп астын алыңыздар. Бүгін омағымыздың бір жас тұсау кесер тойы, осы тойдың қадірлі қонағы болыңыздар. Талғап тамақтан санты сауаптан алып жүріп отырыңыздар. Барлық сіздердің құрметтеріңізге тойымыз құтты болсын. Ал қадірлі ағайын астын алыңыздар. Қол бастау қиын емес, жер қайысқан қолың болса, ел бастау қиын емес, серегім деген елің болса, бәркімді сөз бастау қиын, тауып айтсаң береке, таппай айтсаң келеке боласың деген қымбатты қонақтарымыз жайғасып жайланып отырса, ақырында жақсы тілекті, жақсы ниетті бастайық. Келіңіздер, сіздер төрлетіңіздер, тойдың төріне келіңіздер. Үлкендеріміз бисмилля деп сөз бастап жатыр, ендеше жақсы тілекті, ниетті бастасын деп. Әулетіміздің үлкендері деп, қадірлеп, құрметтеп, Керімқожа атамды, Мәриядай апаларымызды, аналарымызды, Талғат әкемізді, Мейісхан анамызды, Мұрат әкемізбен Клар анамызды, Мұхаммедте әкемізбен Баян анамызды, қадірлі әке аналарымыз бар, Саяндай ағаларымызды, Нұржан, Айсұлу, Ғалым, Гүлзия, Ғалия атты қымбатты үлкендеріміз әуелі сөз бастап, тойды бастап, жақсы ниет тілегін білдірсін. Тойымыздың ең бірінші алғашқы тілегі сіздерден болсын. Тойымыздың төріне баланың тойы болған соң, балаша мәз мәйрам болып, шат-шадыман көңіл күймен келіңіздер. Омардың тойы құтты болсын. Біздің төрінде қадірлі әкеміздің мінекей бауырлары, Дархандай қадірлі ағамның ағалары, құрметті қонақтар тойдың төріне үлкендер деп құрметтеп шақырып жатырмыз. Жаңада кеп қосылған қонақтар болса ақырында кеп жайғасыңыздар. Біз үлкендерден бастап сөз тыңдайық. Қандарыңыздан нұр жаусын, дендеріңіз сау болсын. Бақыт күн, мына кішкентайымыздың өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Бақытты болсын. Кішкентайымыз үлкен бір жігіт болсын. Дархан, Әлия, үлкен кішкентайымыздың аңсаған арманына жетсін. Екеуіңе көз қуаныштарың болып жүрсін. Алдымызда жүгіріп жүрсін. Екі баламыз. Балам өмір жасы ұзақ. Жежат, Жұрат, Құда Жежат, туған туыстар, бүгін бәріміздің басымыз қосылып, немереміздің қуанышын жинап отырмыз.
не айтамын енді осы қуаныштың ең бірінші жақсылығы осы Омар баламыздың бір жасқа келіп тұсаукесер тойы болып жатыр. Енді бауыр мен жеңгеме не айтамыз енді? Бұл алғашқы өзінің артынан ілескен бірінші несі, немересі артынан не деуші? Мұрагері дейміз ғой. Мұрагері. Бұрын Дарқан деп ерген, Дарқан қалды енді. Мұрагер мінекей енді Омар келе жатыр артымыздан. Бәрден осылай қуаныш, жақсылық деймін. Не айтамын осы, баламыз жасқа келе берсін, әрдайым осылай қуанышында, осылай бір дастархан басына қосып жүре берейік. Аман болайық. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Тойға жиналған біздің немереміздің қуанышына келіп отырған келген қадамдарымызға нұр жаусын. Ал енді аға жеңге, мына бүгінгі Омар немереміздің тұсаукесер тойы құтты болсын. Енді мына келіні мен балам айтатын сіздердің де үлестеріңіз бар ғой, бұл жерде сіздердің де тойларыңыз құтты болсын. Мына арттан алдындағы апа, әпкелері аман болсын. Барлықтеріңізге денсаулық тілеймін. Тойымыз құтты болсын. Второй день, Дархан Кенже, Омар баламыздың тойы құтты болсын. Үлкен азамат болсын. Биікте көрмей, оларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Бақыттағы бақытты тойларыңыз құтты болсын. Дарханға тойларыңыз құтты болсын. Баламыз үлкен азамат болсын. Денсаулығы тойдан баса берейік. Жақсылық болсын. Бәрекелді, мінеге үлкендеріміз үлкендігін танытып, біз жастар қосылады үлкендердің жақсы тілегіне. Бір үйден бір адам сөйлесе жетеді ғой, сосын үй кімнің атында солар сөйлесе болды деп жатқан секілді. Ниет тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, тойымыз тойғыл ассын. Сағат сатылса да уақыт сатылмайды, дәрі сатылса да денсаулық сатылмайды ғой. Дендеріңіз сау болсын. Тойға келгендеріңізге, көңіл бөлгендеріңізге, уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге алғыс айтады той иесі. Той иесімен бір жадырап суретке түсіп алады, ертең айтып жүретін той ғой. Бақыт әкемізді, Бақытгүл анамызбен түссеңіздер де болады той иесі, бауырлармен бір естелік қой. Ертең Алла разы болсын. Бір билеп барып жайғасып жайланып отыруға болады. Тойымыз құтты болсын. Сый сияпаттарыңыз болса, алыстап қойсаңыздар, той құтты болсын. Ал енді бүгін баланың тойы ғой. Баланың тойы болған жоқ, балаша мәз майрам болып бір есте қалатын той болсын деп. Осы Аллаға шүкір Омар дайымыздың бүгін тойы ғой. 11 жыл бұрын Дархан бауырым үйленді ғой. Тойда болдыңыздар ғой. Бәріміз болдық қой сол тойда. Әйтеуір бүгінде осы бір той болады. Омарымыздың тойы деп мені шақырып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын қадірлі ағайын. Алматының сәлемін алып, осы бүгін Жазиралы Жаркент жеріне келіп жатырмыз. Енді сіздердің сүйікті әнші ұлдарыңыз да бүгін тойымыздың төрінде. Тойдың осы басындағы жақсы әндерді қазақтың маңдайына біткен әнші ұлдары шырқасын деген ниетпенен Бақыт әкемізді, Бақытгүл анамызды, осы әулетті Дархан Әлия сіздерді, Омар тайды, барша қарындас, барша туған туыс сыйлап келген Музарт тобының әншісі, сіздердің сүйікті әншілеріңіз, эстрада жұлдызы, қарсы алыңыздар, Кенжебек Жәнәбілов ұлдарыңыз тойымыздың төрінде. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, Көктал ауылының тұрғындары деп айтайыншы. Мен өскен ауылымда осындай ауыл біздерге. Бұндай Дархан сияқты азаматтар бізге керек. Жақсылық Үшкемпіров ағамыз айтқандай, әр ауылдан бір азамат шықса, сол азамат сол ауылдың дәрежесін көтерсе, біз үшін үлкен бақыт деп бекер айтқан емес. Сол осы ауылдың әйтеуір бір бұрышында осы бір өзінің үлесін қосып жүрген азаматсың ғой. Жаңа енді сен бірінші рет көріп тұрсам да бір 5 минуттық әңгімеде өзіңнің қандай азамат екеніңді айтып қалдың. Сондықтан отбасыңа аман тілейміз. Мен негізі бүгін жұмысым бар еді Алматыда.
Дархан той жасап жатыр дегеннен кейін жұмыстың бәрі бастап осында келдік. Енді ұрпақтардың қызығын көр, бала шағаңмен мың жаса дейміз. Осындағы ағайын туысқандардың барлығының тілегі қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла қаласа осы Омартайдың үйлену тойында бас қосуды нәсіп етсін. Үйлену тойында мен енді Музартпен келейінші, Құдай қаласа. Соған жеткізсін Құдай. Енді мен бала ғашық деген әнді орындайын. Сіздер аш ішіп алыңыздар, мен сіздерді биге шақырмай ақ қойын, бірінші ән тыңдап алыңыздар, сосын кейін билетеміз сіздерді. Не істейін, билейтін ән айтайын ба? Билейге. Тойға келгеннен кейін күндегі мән салып жатқан жоқпыз Көктал ауылына. Шайқ, сосын кейін аш ішеміз ба? Осында арулардың құрметіне гүлдей жайнап жүрген Гүлсім әнеген ол қауымыңыздар кетіріп. Келемедімізді? Bye.
көрдім негізі тойдың басында билеген адамдарды. Көңіл деген осындай болу керек, тарай билейді сіздер құрметтеріңізге. Осы көңілдеріңізді Құдай айырмасын. Осылай жарқырап жайнап жадырап әдемі өмір сүріп бала шағаңызбен құлыңды болыңыздар. Барлық әрекеттеріңіз сол. Көктал өнімде кемін тұрғындар жасай берсін. Рахмет. Билейміз ба тағы да? Кеттік. Тағы да сұрап отыр. Осыдан билегенде өзінің артынан шығып бірінші мен бір. Жақсы билегенде өзінің артынан шығып. Қыздарға жігіттер olmuşlar. Жанарым шоқпайна ұра аяғымнан әйелім тоқтайна ұлым ал жүрегім соқтайна ұлым өмірін сәнде қызыл періштесің шалберіңді жоқтайын жаздың жайлы кешті болсаң болу өмірден көз алдымнан кеткенмен алып қойдың өмірден Сезім еркінің молдалары Жарағанның әйтеу сақтағаны Қызыл көйлек кигеніз тоқтаманы Өмірін сәнде қызыл періштесіңде шалберіңді жоқтайын жаздың жайлы кешінде болсаң болу өмірден көз алдымнан кеткенмен алып қойдың өмірден Жүргенмедің кеткенге жоқ қамалы Жақтатайын сол жаққа көп қадалы Жаңа жігіттер жаман екен Кетпеген соң өртеніп от қоралы Өмірін сәнде қызыл періштесіңде шалберіңді жоқтайын жаздың жайлы кешінде болсаң болу өмірден көз алдымнан кеткенмен алып қойдың
Рахмет. Нақсы. Сіздің жұбайыңыз ба? Келіңізші. Ағама берген өзіңіз сақтыңыз. Ежабайын бұл жақсы білек өзінің атынан сыйлық берді ғой. Естімесеңіз естіп алыңыз. Аман болыңыздар, тойда боласын. Барлықтарыңыз құшақталың. Бір жағдыға билеп, сергіп алған қадірлі қымбат меймандар. Келіңіздер, көмедей тойымызды арқылы жалғастырайық. Той құтты болсын, өтетін шақырайық. Естелікке сөз басталып жатыр ғой. Алла қаласа эстрадамыздың жұлдыздары, өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыздың бір шамасы осы тойдың төрінде болады деп ойлаймыз. Сыйлықтарыңызды алып, берсі ойындарымыз бар, әзіліміз бар, әзіл қалжыңымыз жарасып, осы тойды той қыластырайық қадірлі ағайын. Ең басты көңіл күйіміз жақсы болсын. Бүгінгі тойдың иесі Омар тайымыздың бала тойы ғой. Баланың тойында бала болып мәз майрам болайық деп айттық тойдың басында. Ендеше осы тойымыз той боласын. Қадірлі меймандар, қадірлі қымбатты қонақтар. Алыстан жағынан тойға тұсау көздердеп келдіңіздер. Бісміллә деп мынау кішкентай Омарымыздың тұсауын кесіп болайық деп тұрмыз. Алла қаласа. Енді мен жеңгемізді, дәке өзіңізді ортаға шақырайын. Құрметтеп, қошеметтеп, Алла қаласа осы атпал азамат болсын, ешкімнің ала жібін ақтамайтын, ағаналы азамат болсын деген ниетпенен қазақ дәстүрімізді дәріптеп салт сақтаған халқымыз ғой. Тұсауын кесейік, күрмеуін шешейік деген ниеттеміз тойымыздың төріне қазір кесетін адамдарды, жетектейтін адамдарды шақырып, осы тойдың басында тұсау кесер той болған соң, әуелі кішкентайымыздың тұсауын кесіп алайық бұйырса. Ортамызда мінекей, Аллаға шүкір, Омарымыз ортамызда. Қазір енді қадірлі ағайын, той құтты болсын баршаңызға. Жаңа айтып жатырмыз. Омардың бүгін той деп жатырмыз ғой. Осыдан 11 жыл бұрын дәкем үйленді. 11 жыл бұрын, 2012 жылы. Түріме қарамай мен де үйлендім сол жылы. Әйтеуір бала болып жүріп, балалы болып бізде. Осындай тойға жетіп жатырмыз. Тойымыз тойға ұласа берсін. Бүгін жақсылық болып жатыр, қуаныш болып жатыр. Енді тұсауы осы атпал азаматтарға кестірсек деп ниеттеніп, бірінші Айдос ағамыз ғой, Алла жібін аттамайды, ағаналы азамат болсын өздеріңіз сияқты. Айдос аға, өзіңізді ортаға қарай құрмет қошеметпен шақырайық. Айдос ағамыз тойымыздың төрінде. Той құтты болсын мінекей, мәз майрам кішкентайымыз. Той құтты болсын. Енді жетектейтін қымбатты қадірлі қонақтарымызды ортаға шақырайық. Екі жағынан жетектеп Мырзабай ағамыз ба? Мырзабай ағамыз және Ерлан ағамыз ба? Ерлан аға өздеріңіз шақырайық. Осы жігіттен тұсауын кесерінде осы сіздер сияқты атпал азамат болсын. Халқының дәстүрлері ал мінеке қазір Айдос ағамыз пышақтың жүзін өрге қаратып тұрып, өр мінезді жігіт болсын деп бісмілләсін айтып, тұсауын кесейін деп жатыр. Шалым басын, жолы ақ болсын, бала жібін ешкімнің ақтамайтын, елдің ертеңін ойлайтын, келешегіміздің кемелді кемісті болуына атсалысар ұл болсын деп Білмей көзден ағын бол. Бисмилля. 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 Жеткеніңізде кесті. Айтса енді, андай. Ал яғдайым өмір жақсы ұзақ болсын, аңсаған арманына жетсін. Екі дүниенің бақытын иесі болсын.
Азамат болсын. Оған емес, қажының баласы қой, бірақ құрамында қойында білді бар сияқты. Үстілерімізге шапан жапсақ, жақсы сияпатымыз бар. Айда сабақта өзімізге құтты болсын, үстілерімізде болсын. Заманауи қазақы стильді шаба. Кешегі қазақтың үш бейіндей болып бәрекелді. Алла разы болсын сіздерге. Той құтты болсын, сіздердің жақсы жүрген жолдарыңызды берсін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Дархан, келін, ұлымыздың өмір жасы ұзақ болсын. Аңсам арманына жетсін, артынан ұл қыздар ере берсін. Жүрегінде иманы бар, салиқалы, жақсы бір азаматтың өсуін Алла Тағала нәсіп етсін. Енді ұлыма тай. Алла разы болсын. Ықыласпен жасайтын нені істесе, пәк болуға тырысқан періштеше, қайырымды жандарай тапқандары тамағынан өтпейді бөліспесе. Мақтамаймыз әрине асырадым, егісі көп олардың жасырадым, жылағанды көргенде жан тынбай сүрдік оның көз жасына асығадым. Қайырлыспен нұрланар аспан әр күн, демейді олар бөліссем ашқалармын, қуаныштың үлкені олар үшін қуанғанын көру ғой басқалардың дейді сері қари бақын. Енді осы бір қуанышты бөлісіп, осы жадырап жүрген ағайынға жақсы тілегін айтып, кішкентайымыздың соңын өскен ағаларға Алла разы болсын сіздерге. Той құтты болсын, аман болыңыздар. Бүгін шын ниетпен осы бір жақсылыққа, қуанышқа келіп жатсыздар. Тойымыз құтты болсын. Қадірлі ағай, қымбатты меймандар, мен енді той басқарып жүргенде тойды иесінен сұрайын ғой, тойды кімді шақырдыңыздар? Кім келеді тойға деп? Өткенде дәкеңмен хабарласқанда дәкең айтты, бір 100-120 адам болады, ең жақындарымыз, өзіміз жақсы араласатын, ең сыйлы, өзіміз жақсы көретін туыстарымыз, жақындарымыз болады деді. Дедім, тағы бір той басқарым өткенде. Тойға кімді шақырдыңыз деп едім, әйел айтады, кімді шақырғанда сол? Бередау дегендер шақырдық қойды. Бұл сіздердің жақындарын шақырды. Сол жақындар сіздерсіздер. Бүгін тойға келдіңіздер. Өткенде бір екі жеңгем тойға барып, настроениесі жоқ, ренжіп келді. Не болды? Той нашар өтті ма десем, жоқ. Той жақсы болды. Тамадасы нашар болды ма десем, жоқ, тамада жақсы басқарды. Не болды енді жеңге? Настроениеміз жоқ қой десем, жеңгем біреуі ой жинап отқан 2 пакетті таксиге ұмытып кетіп деп қояды нәрсе. Сіздерде еш нәрсе ұмытылып қалмас. Осы тағы бір нәрсе ұмытылып тұр ма деп ойласам, жеңгем айтып жатыр енді. Қазақ өзі ырымшыл, осы халықтың назарында жүрген, алдында жүрген Кенжебек бауырымыз тойға келіп тұрғанда бір осы кішкентайымыздың тұсаукесердің артықшылығы жоқ қой. Әнші болсын, халықтың ұлы болсын деп, әнші болмаса да ел тынышында сақшы болсын, көреркені жақсы болсын, барлық тойында осылай арақ шарап тапшы болсын деп, бір Кенжебектей қадірлі ағамызды ортаға шақырып бір тұсауын кестіреміз бе? Аузына түкіріп қаламыз. Ешкімнің екі ала жібін аттамасын. Екі жігіт кесіп жатырмыз. Ала жіппен сері болсын деп, қазақтың қадірлі ұлы болсын деп. Ал бісміллә. Ата-анамның рақымына бөленіп, Алланың сүйікті пендесі болжанбысың. Жүрген жолың әрдайым ашық болсын, жаман нәрсе өзіңнен алыс болсын. Әмин. Әмин. Ал бісміллә деділігі. Сүйдім бай, дегенеге сені сүйдім бай, сүйдім бай, көңілді саған қидым, айшаным. Алда қаласа Қазақстанның бір жақсы министрі болсын, мәшіне келшін алып жатыр, техникаға жақсын бала болатын сияқты. Техноград болсын бұйырса, тойымыз құтты болсын. Өзіңізге Алла разы болсын, той құтты болсын, той иесінің атынан да алыңыз, ақша қадірлі ағайынның атынан. Үстіңізге шапан деп жатыр мінекей,
Бақытты болсын. Сұрап жатыр ғой. Ана балалар деген жақында шыққан Ата-ана аманат деген ән бар еді. Кендал Назарбек деген ағамыздың әні, ол енді осы бір жыл бұрын ғана шыққан. Шынында да өзіміздің өсіп жатқан ұрпақтарымыздың енді аманаттан сол әнмен мен енді өзімнің де ұрпағыма жеткізген деп ойлаймын. Ол әннің енді алғашқы жетістігін алдарыңызда тұсау кесілейін деп тұр. Қабыл алыңыздар сіздердің құрметтеріңізге. Ата-ана аманат. Бейбіт Оспан. Әнменен басталып жатыр. Ән деген жақсы ғой. Ана ән бар ғой. Алтайдың ар жағынан келген ару деген Тынышбай Рахымов деген ағамыздың әні екен. Ән енді жарыққа шығып келе жатқан уақытта бір жігітке ән ұнап, сөз ұнап, сөзін қағазға жазып қалтасына салып қойса керек. Әйелі қызған шақта өген, жаңа тауып біреуге жазған хаты деп ойлап, енесі барып айтады дейді, апа мына қараңызшы, балаңыздың не істеп жүргенін қараңызшы апа. Не мынау деп жылап жіберген ғой. Енесі алып оқып қараса, қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым деген жерін оқып, енесі айтады дейді, ой баяу неменеге жылап жүрсің ой?
әлі қасына бармақты ғой деп айтады дейді. Соғысқан ән деген көңілден, осындай сүйгеннен де күйгеннен туады. Жақсы әндер шырқап жатқан бауырларға рахмет. Ән көп қой қазір. Дігідік шабағын байдың қызын аламын, чеп-чеп деген әндер. Оның жанында есті осындай жақсы әндер салып жүрген сіздерге де рахмет. Той барысындағы әндер көп болады деп ойлаймыз. Тойымыз құтты болсын. Ең бастысы осы тақырыпқа сай, отанға, ата-анаға, бауырға деген жақсы әндер болса, айтам десеңіздер, ол құлағын қабыл аламыз. Өйткені мына Заречный түрмесінің тойының бастығының тойына бар, түрменің бастығы. Ой, тойда ән айтам деп қоймады. Аға біраздан кейін айтасыз, ән жүгіп, жоқ, қазір айтам деді. Бір кезде ортаға шықты да, сендерге әрдайым орының бар деп бастады. Ой аға, сізден орын керек жоқ деп әлем тоқтап қалмыз. Аллаға келіп жатырмыз, бүгін қуаныш болып жатыр, алыстан жағынан туған туыс келіп жатыр. Бірақ басқа балам бір төбе, ертөстігім бір төбе дегендей, әр қайсыңыз бір төбе бұл осы әулетте ортан жіктей орындарыңыздың бар екенін білеміз. Қымбатты құдалар да келіп жатыр. Осы сәтте қазір құдаларымызды да ортаға құрметпен шақырайық. Сарсүйек құда-құдағиларымызды сіздерді бір ыстық ықылас құрмет қошеметпен тойымыздың төріне шақырып бір жақсы тілекке кезек берейік. Одан кейін астың уақыты алыс емес шығар. Той құтты болсын. Тұрал әкемізді, Қатиба апамызды, құдағиымызды, Мейрамбек әкемізді, Гүлнар анамызды, Досай құдамызды, құдағимен бірге осы кісілер бастап, біздің Сарсүйек құда-құдағилар тойымыздың төріне сіздерді ыстық ықылас құрмет қошеметпен құдаларымыз өздеріңіз ортаға шақырып енді қырықтың бір қыдыр деп жақсы ниеттілікті өздеріңізден тыңдайық. Той құтты болсын. Есен құлағын айтады ғой, өсем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, өмір өтті сырғы бағып дегендей осы ұлы өсіріп, қыз өсіріп, осы әулетпен 1000 жылдық құда болып, Алла қаласа тек жақсылықта, тойда бас қосайық деп серттесіп бүгін тойдың төріне келіп жатсыздар. Үлкендеріңізден сөз бастайық, той құтты болсын. Бисмиллахиррахманиррахим деп сөз бастайық. Қадірменді құда жекжаттар, осы бүгін мынау құдаларымның бақыт күндім құда болғаныма бүгін 20 жылдан асып бара жатыр. Содан бері осы бақыт күннің талай тойларында, талай жақсылығында куәсі болып отырмыз. Бүгін ең бір сүйікті немересінің тұсаукесер тойы болып жатыр екен. Құтты болсын. Енді немерем ғой, Дархан мен Алия. Осы ырымдап қазақтың бұрынғы дәстүрі мен тұсауы құтты болсын. Енді кішкентай Омар баламыз атына заты сай, сондай бір үлкен азамат болсын. Алланың бір сүйікті баласы болып, өсіп өніп, Омардың артынан тағы інілер қарындастары көбейе берсін. Ұрпақтарыңыз көп болсын, күнде осындай жақсылық той бола берсін. Атасы мен апасына үлкен денсаулық, апасы мен мамасына да үлкен денсаулық тілеймін. Дендеріңіз сау, тек қана қуанышта бас қосуға Алла нәсіп етсін. Тек қана жақсылықта, қуанышта тойда басуға Алла нәсіп етсін. Омардың жасы ұзақ, дені сау, халықтың бір үлкен азаматы болуға Алла өзі жар болсын. Ал құрметті құдалар, бақыт құдалар, бақытты құдағи, міне Дархан бар, Әлия бар, бүгінгі тойларың құтты болсын. Мынау кішкентай Омарбайдың алғашқы қадамы, тәй-тәй басқан қадамы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Омарбайдың денсаулығы мықты болып, қадамдары алға баса берсін, мықты жігіт болсын, өмірде өз орнын тауып, Омартайдың тойға жалғаса берсін, сүндет тойы, мектепке барған тойы, үйлену тойы, мектептің тойы, сол Омартайдың тойлары көп болсын балам. Дендері сау болсын. Үйлену тек той бола берсін осындай. Құтты болсын тойларыңыз. Омартай мықты жігіт болсын. Екі құда келесін. Енді біз нағашылар сөйлейміз. Нағашы деп бөлек айтсақ болады, Омардың нағашылары деп. Мейлі. Бір қауым ел болып келіп отырмыз да бізде нағашылар болып. Той құтты болсын. Омар баламыз үлкен жігіт болсын.
тек қуанышында, тойларында кездесейік. Бүгін керемет үлкен тойдың куәсі болып отырмыз. Бақытты құдағи Дархан Әлия айналайына қуаныштарың құтты болсын. Омар баламыздың алғашқы қадамы құтты болып, жолы ашық болсын, дені сау, білімді, инабатты, үлкен кісілер тұсауын кесіп, жақсы тілек айтып жатыр сол. Аумин бұл Алланың тілегіміз қабыл болсын. Сол жақсы қуанышпен бәріміз осы жиен баламыздың тойына келіп отырмыз, кішкентай баламызға. Үлкен ауылда үлкен атасы бар, сәлем айтып жатыр, сол кісілердің жасын берсін Алла. 87-ге келген атамыздың жасын беріп, домбыра ұстағанға қуанып жатырмыз, атасындай әнші болсын деп. Сол жақсы тілектің бәрін осы баламызға тілейміз айналайын. Үлкен азамат болып осы Омардың тек тойына кеп, құдалармен жүздесіп шауып жүре берейік. Көпшілік қауым, мына той бәрімізге құтты болсын, бәрімізге жұғысты болсын. Ең бірінші мына құда-құдағи, сіздердің жемістеріңіз ғой көріп отырған. Құтты болсын, немереңіздің тойы. Алла сіздерді шөберенің тойын көру нәсіп етсін. Аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Тойға оласын. Дархан Әлия, сіздер қызметшісіздер. Осы ата мен апаның немерелерінің бәріне. Екеуің дендерің сау болсын, алар асуларың көп болсын. Осы өсіріп отырған ұл қыздардың тек жақсылығын, қызығын көріңдер. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға аманшылық, денсаулық тілеймін. Тойыңыз құтты болсын. Құрметті қауым, мына бүгін тұсаукесер той құтты болсын. Бұл өзі ерекше бір той деп есептеймін, неге десеңіз, мына Дарханмен менің өзім жақсы көретін балғызымның несі той атап қуаныштармен бөлісіп жатыр. Ең басты той құтты болсын дейміз. Мына бүгінгі той бір ерекше той деп есептеймін. Неге десеңдер, бұл ерекше мына Дарханмен Әлияның тойлары, ерекше той. Бұлар өздерінің көптен күткен өздерінің бұл бала жалғастырушы ұрпақ деп жаңағы Омардың осы дүниеге келгенін өзі атап, өзі жақындарын бәрін шақырып, бүгін ерекше істеп жатыр. Мына той өте құтты болсын. Бәке, екеуміз де бәке маған. Мен өзі кісілермен құрдаспын. Содан кейін бәке деп сөйлейміз, содан кейін не болмасын. Сіздердің еңбектеріңіз, немерелеріңіздің ең алғашқы тойын бастап жатсыздар. Осы келесі тойларға біз бәріміз куәгер болайық. Бұдан да басқа тойлар көп болсын. Барлық қауымға мен жақсылық тілеймін. Деніміз сау болсын. Мына кішкентай баламыздың ең басты дені сау болып, сол осы сіздердің ұрпақтарыңыз ары жалғастыруына мен тілектеспін. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Мына құдағи, Дархан кенже қыз, тойлар құтты болсын. Құда қаласа Алланың берген бақыты ғой. Сол бақыттарын көбейе берсін, жалғаса берсін ары қарай. Омар итама Омарыма көбейе беріңдер. Сол барлықтарыңызға той тілеймін. Осындай той барлықтарыңызға жұмысты болсын. Әмин ақ тілектеріңіз қабыл болсын енді. Құдаларымыз деп тойдың төріне шақырып жатырмыз енді. Нағашылардың тілегі негізі бөлек. Өзі елген басты қылыш кешпейді дейді, өздеріңізден кешірім сұрайық әуелі. Нағашылардың тізімі бөлек. Үш жұрттың ұлығы деп, ұлысы деп, сөзінің бұрынғының дұрысы көп. Мен сіздерді жақсы көремін нағашылар, ақшалықтарының туысы деп деген нағашылардың орны бөлек қой. Той құтты болсын енді. Сіздерге деген сый сияпаты бар екен неге? Құдағилардың, нағашылардың. Олар қазір арнайы сол кезде береміз бұйырса тілекті. Суретке естелікке келіңіздер, сый сияпатымыз болса ақырда табыстап қояйық. Ас дайын деп жатыр дейді. Осы
үлкен астардарыңызға алдырайық. Біреулер 5 бармақ, біреулер 5 бармақ дейді. Өткенде бір ағам қазақта бір ақ бармақ бар, бас бармақ деп аталады, қалғаны саусақ дейміз. Бұл 5 бармақ дегенің татардың сөзі ғой дейді. Қазақшада ет келеді, ет деген берекенің кетпеген десең болды дейді. Ендеше қазақ дастарханының берекесі осы үлкен асымызды алдарыңызға көмілген қазақтың күйіменен алдырайық деп тұрмыз. Ас берсін. Осы бүгін асты келе жатыр, асты бастап мінекей ас есімен тәтті деп алдарыңызға ас келе жатыр. Ал асқа қазір батасы болу керек үкіметтер жағынан. Қазір мінекей бүгін ас келсін, өздеріңіздің үлкендеріңізден қадірлі әкелердің батасын сұраймыз деп ұсақ. Ал мінекей күнбақты қадірлі ағайын бас келді. Басқа батасы болуге әкелеріміз батасын берсін. Әумин. Бисмиллахиррахманиррахим. Асыңа береке берсін басыңа. Төдемедей жорғалап, қырғауылда қорғалап, қыдыр кесін қасыңа. Қоран толған мал болсын, күнде осындай тұсау көзір жақсылық той болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху акбар. Батаңызға ауыл болсын мінекей. Алдарыңызға ас келді. Өтер жағы. Ас есімен тәтті дейді. Тойдың төрінде міне әкеміз бен анамыз, Бақыт әкеміз бен Бақытгүл анамыз отыр. Осы кісілердің тойы бүгін жасап жатқан. Тойларыңыз құтты болсын. Алла қаласа осы ұлымыз атпал азамат болсын деп игі жақсы тілекті барша ағайын айтып жатыр ғой. Барлығы сіздерге осы ата апасының баласы ғой, аман болсын. Енді жастарды мен сіздерді қинап ортаға бірер уақытта сөзге шығасыздар ғой. Қазір мен рұқсат болса, Дархан, Әлия сіздерді бір шақырып қояйын. Той иесі, ас иесімен тәтті деп бүгін енді ата-апам бастап тойдың төрінде отыр. Бірақ сіздер қазір құдалардың жанында жадыра болып, астан алып отырыңыздар, қымыздан қойып отырыңыздар дұрысы. Той төрінде сіздер қошемет ұқып қойсаңыздар, шақырайық олардың әке анасын. Мінекей жас болса да басып бүгін той жасап жақсы жайсаңдарды, ет жақындарды, туған туысты, достарды шақырып, көптен көріспеген ағайын туыс бар, бір көріп бір-бірімізді жадырап, шүйіркелесіп әңгімемізді айтып, осы тойдың төрінде бас қосып жатырмыз. Той құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Дәке, сіз бар ғой, сәл бір напряженный жүрсіз да. Осы напряженный жүргенде кішкене бос жүрсеңіз, тойымыз жеңіл, бәрі күшті билеп, көңіл жүреміз да. Сіз жөні қажыға барып келген серьезно болып қалмайсыз. Көңілді жүрейікші сіздерді ағайын, көңілді отырыңыздар, тойымыз басталды ғой, баланың тойы. Баяғыда бір жігіт хирургқа барып айтады дейді, бірінші рет операция істетейін деп едім. Бірақ кішкене қорқып тұрмын қалай болар екен десе, хирург айтады дейді, уайымдамайсың. Мен де бірінші жасайын деп жатырмын. Бірінші тойы ғой, алғашқы той жақсы өтсе, Омарымыздың бүкіл тойы жақсы өтеді. Қалай отырсыздар? Жақсы отырсыздар ма? Көңілдеріңіз қалай!
жарымыз да жадырап қолын соғып қошемет білдіріп жатыр. Енді біз сұраған бөлек, сіздер сұраған бөлек қой. Ағай қалайсыздар деп қолыңыз көтеріп, мына махаббаттан туылған бала ғой. Аллаға шүкір 3 әпкесі бар. Одан кейін Омар деген ол дүниеге келді. 11 жыл бұрын тойын басқардық. Bir жағы Бажам болдық екенбіз. Мен де оңтүстікке боласы, Жәкеңнің оңтүстікке боласы. Аллаға шүкір еді. Бажа керек қарасаң әр адамға, бажа деген керегіңе жараған ба? Өткенде біреу бажасын лақтырып кетті, ол ақпарат WhatsApp-тан тараған ба? Дархан бажа лақтырмайтын жақсы бажа, Жұмабектің бажасына қарағанда. Енді махаббаттан деп жатқанымызда үнді фильмдерін көріп өстік қой. Сол кезде мына жақтан жігіт шыға қалады, ар жақтан ғашығы шығады, деп екеуі күшті болып, ол махаббаттан туылған бала содан дәке, мына жаққа келіп. Жай ғана қалай отырсыздар, ішіп-жеп жатсыздар ма, бәрі жақсы ма деп, тойдың басында толқу болады бәрінде. Жоқ, ана дастархан бос отырып бір-екі стол. Қайда жүр? Мына жерде кім келу керек еді? Анау неге сыртқа жүр? Бәрі уайымдап жүреді той иесі. Оңай емес қой той жасау. Осы тойды көптен күткен жақсылық, Алла тағала тілегімізді қабыл етті. Осы Омар дай дүниеге келіп жатыр. Ал енді осы баланың көптен күткен тойында бір жадырап жүрсеңіздер, қалайсыздар деп қолымыз көтеріп қояйық. Дәке. Жеңге, мына жаққа. Енді сәл жүріс қосайық. Олай. Негізіне ғой, өзің әйеліңе билей алмайсың, әйеліңе өлтіресің ғой мені. Рахмет, биліңізге, көңіліңізге рахмет. Ағайын туысыңдар осы той деп шын ниетпен қуанышқа, жақсылыққа келіп жатыр ғой. Енді осы ниетіміз, тілегіміз қабыл болсын. Аллаға шүкір, баяғыда бір жігіт мешітке барып, абыл-ғұбыл тез-тез намаз оқып тұрып келе жатса, бір кәрия байқап қойыпты. Ей, намазыңды асықпай оқы деген екен. Жаңа жігіт намазын екінші қайтар асықпай, ждахатпен оқып, қайтып тұрып келе жатса сұраған екен, қай намазым қабыл болды деп ойлайсың. Жігіт айтады дейді, бірінші намазым қабыл болған шығар. Неге деп сұраған ғой аға? Неге деп сұрапты да? Сөйтсе, бірінші намазымен Құдайдан қорқып оққан, екіншісін сізден қорқып оқыдым деген екен. Құдайдан қорқатын жүрегі бар ағайын туысымыз аман болсын. Арақ шарап араластырмай, осы той адалынан болсын. Осы атпал азамат болсын деп үлкендердің батасын алып жатқан тойға не жетсін. Тойларыңызға рахмет. Әйтпесе енді көп тойға барамыз ғой. Өткенде бір құдалық болып, таза қазақша сөйлейтін кісілер екен, әулетімен қазақша сөйлейді екен. Сол құдалыққа келіп таныстырып жатыр. Айналайын ағайын, мына кісі әпкеміз бас есепші болып жұмыс істейді. Мына кісі ұстаз. Ал мына кісі біздің ағамыз. Бұл кісі банк саласында қызмет етеді. Ал мына кісі деп шетте тұрған бір кісіні көрсет, бұл кісі шырақшы деді. Шырақшы дегенге жаңағы құдалықта күтіп қиып жүрген жігіттер үшеуіне қояды да төртіншісін шырақшыны ұмытып кетеді. Екі круг айналған кезде шырақшы ағамыз айтады дейді, бала, мыналар просто қазақша айтып жатыр, шырақшы деп. Мен негізі электрикпін деп айтады. Сондай Аллаға шүкір электриктер жоқ бүгінгі тойда. Бүгін енді адалынан той болып жатыр. Осы тойымыз, жақсылығымыз, қуанышымыз арта берсін. Бүгін той деп сізбенен біздің басымызды қосты. Енді бажам ғой бір жағы. Бір жағы енді ағам осы бір той жасап жатыр. Бір жігіт түс көреді екен. Түсіне шошып оянған ғой түнде. Сөйтсе әйел оян кетті. Не болды деп сұраса, түс көрдім. Түсінде үйленіп жатыр екем деп айтады дейді. Енді үйленсең сонша қуанасың ба, шошисың ба десе, ана кісі айтады дейді әйеліне. Жоғы тағы да сені алып жатыр екен деп айтады дейді. Ондай бір ойлар болмаса, бүгін Аллаға шүкір мына қуанышқа ағайын туыс келді, махаббаттан ұл қыз келді. Бұл тойдың өзінің тарихы әртүрлі ғой. Бүгін тойларыңыз құтты болсын. Бұлай басталды да үйде отырып, жадырап, мына кісілерге барлығымыз ата-анамызға, осы кісілерге деген құрметті аямаймыз. Тойымыз құтты болсын. Жаныңызда жүре беріңіздер. Алла разы болсын сіздерге. Бүгін той ғой. Қазақтың дархан даласы, бұл Жаркенттің қаласы. Суан деген бір ел бар, баттыр болған баласы. Қадірлі той атасы, қымбатты той
таңбасы, бақыт деген атасы, бақытгүл деген апасы. Сәтті күні кешке, сағат кешкі 5-ке, үйге келіп қуанып, той жасаймыз деді шамасы. Қуанып кетті анасы, шаттанып жүр бабасы, ал тізімді бастады. Қошемет құрмет қайдағай, ал тізімді бастады. 200 болды басында, көп кетті аурасында, біразын сызып тастады. Ең жақынын шақырмақ, қайтпек сірә басқаны. Ең жақынды шақырмақ, қайтпек сірә басқаны. Тамадағы келгенде, кетті бәрі таласа. Ең бастысы әйтеуір, әзілі болсын жаңаша. Неше түрі бар екен, интернеттен қараса. Таңдағаны мен болдым, ұзын емес аласа. Тойғылады ағайын, ең бастысы жаңаша. Батырымыздың тойында шаттанайық балаша. Қуанып олсақ бәріміз, дәке тойғылады жаңаша. Жаңаша тойғылады бүгін. Болса, аман болыңыз, жаңаша той болсын. Я, рахмет. Баяғыда бір кісі әйеліне әрдайым жаным, күнім, мен сені жақсы көрем, жаным деп айтады екен. Сөйтсе, қажылыққа барып келгеннен кейін сұрапты ғой, сен баяғыда жаным деп көп айтушы едің, айтпай кеттің ғой десе, жаңағы кісі айтады дейді, қажыларға өтірік айтуға болмайды. Қажеке, тойыңыз құтты болсын, осы ағадал жарыңызбен бақытты өмір сүре беріңіз. Мен енді сый-сияпаттар жаңа жеңгеміз көп деді ғой. Мен енді ойлап тұрмын, білмеймін кім екен. Сіз мүмкін осы қонақтардың арасында, осы Омарымыздың тойындағы ең бірінші биші, бірінші қуанып жүрген адамды көргім келеді. Атын атап түсін түстеп жатпай, өз-өзіме қазір музыка қойылғанда бір билеп шығатын қонақ болады ғой. Білмеймін кім екен, сіз де білмейсіз қазір. Өз шығат дайындалады. Қазір дайындалады. Менің бара деп отырды. Білмеймін. Мош достар, мош нағашы. Көресіз қазір, сіз қарап тұрыңыз кім екен. Көреміз, біреу шығат атылып. Келіңіздер, той құтты болсын, бүгін жақсылық, бүгін той, бүгін қуаныш. Просто жай ғана. Көрдіңіздер ғой, өз-өзімен ақырын сыйлықтарды үлестірейік деп жатырмыз. Жақсы бір сыйлықты берейік. Есіміңіз? Кім болып келесіз? Досы. Досы. Достар қайдасыздар? Достар. Есіміңіз? Айдын. Кім бұл? Інісі. Інісі. Формадан көрініп тұр, інісі екен, бірден танымай. Ол жас бәрі бір ғой, көрініп тұр, інісі десе. Сіз дос екеніңіз көрініп тұр, той құтты болсын. Бір жақсы сый-сияпат сіздерге осы тойға келіп, бірінші қонақ болып билеп, жадырап, ақырын жай-жайынан берейік, мынау енді шайнек, мужской шайнек. Мына кісі өзімізді бермей тұр ғой деймізге что-то, өзіміз досына рахмет, алла разы болсын. Просто билеп, көңіл шыққанына. Бәсі, әркім размеріне қарап білесіздер ғой деймін шайнек. Мен бір жадырап билесем, бір чашка кеп беретін сияқтысыз ғой қазір маған. Тойымыз құтты болсын, енді бүгін той, бүгін қуаныш. Енді екінші, бүгін дәстүріміз дәріптеліп жатқан той ғой. Мен бір дәстүр жасырайын, сіздер қандай дәстүр екенін тауып, бір сыйлық алып отырайық, орнымызда отырып, қол көтеріп, жауап беріп, мақал мәтел жарыстырып, рұқсат болса. Тойымыз құтты болсын, мен мақалдың жарысын айтайын, сіздер жарысын айтыңыздар. Бірінші мақал мынандай ағайын, қол көтеріп айтыңыздар. Сөздің көркі мақал. Әне, әпке, айтып жатыр. Келіңіз ортаға, сізге көрсетейін. Әне, келіңіз. Сөздің көркі мақал, жалғасын мен білем дейді. Бірақ менің келу керек. Мінекей сізге әдемі сыйымыз бар, бұйырса, той құтты болсын. Сөздің көркі мақал, ешкінің көркі сақал. Ешкінің көркі сақал дейді. Оны біз ойбай. Ердің көркі деп жүріп қойыр. Ешкіге апарып сағыңыздар.
сұрақ болсын. Дәстүрімізден дәріптеп. Қазақта ерулік деген дәстүр бар. Ол қандай дәстүр? Қазақта ерулік деген жаңадан көшіп барған қонаққа шақыру, сол ерулік болады. Мақсаты? Танысу, білісу, араласу. Араласу мақсатында. Жапсарлас болып келген көрші. Мінекей сізге. Рекламада қызға сықсайды шашыңыз өзі. Аман болыңыз, көреміз. Мақал еңбек етсең емерсің, еңбек етсең емерсің дейді. Мақал бар сондай, Қазақта. Еңбек етсең емерсің, на-на-на-на-на-на дейді. Жоқ, басқа ғой. Еңбек етсең емерсің, тағайдан деген мақал бар. Білесіздер ме? Ерлер айтып жатыр мінеке, Айдос ағаларымыз. Еңбек етсең емерсің, ерінбесең жегерсің деп тұрсыз ғой. Не деген дұрыс жауап құдай. Келіңіз Айдос аға. Ойбай, не деген ақылды құдай. Айдос ағамыз сауын кесіп көрмеміз бірден жауап беретініңізді білгеміз, қойғытты болсын. Енді бекер адам соғын көспейді ғой. Осы ақылыңыз, парасатыңыз, сіздің өнеріңіз, кәсібіңіз осы баламызға жығысты болсын. Ұялтадыңыз ғой. Бүгін жақсылық қой. Бәріміз енді Ақбегі деп жатыр, мал шаруашылығы бар. Осы сіздер сияқты қазақтың қадірлі ұлы болсын деп ұсынып жатырмыз. Бәріне жауап беретінін білем. Мысалы, қырық аяқта неше аяқ болады? Едірген дұршап құлая, қол соғып қояқ Айдос аға. Рахмет аға. Едірген дұршап, ағаларыңызға рахмет. Қазақта мақал көп. Соның бірі балалар туралы тұлпар болатын құлын саяққа үйір. Ал парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам деген бір мақал бар. Тұлпар болатын құлын саяққа үйір. Қазақ мақалы көп, ақыры қиындап келедіміз, байқайсыздар ма? Тұлпар болатын құлын саяққа үйір, жігіт болатын бала. Мінекі, неге үйір? Жігіт болатын бала. Таяққа үйір. Таяққа үйір деген мақал жоқ. Таяққа не үшін үйір болды? Мінеке, неге үйір? Қонаққа үйір. Міне, келіңіз ортаға, қол соқпай, қонаққа үйір. Қонақтың қасқаларына ғана күліп, жігіт болатын бала. Келіңіз ортаға. Қойғыт болсын, мінеке сізге осындай кішкентай ғана қонжық, арнайы осы тойдан сый деп біліңіз. Бәріне екінші сұрақ қойып жатырмыз, байқап отырған шығарсыз. Сізге қойылатын екінші сұрақ, енді логикалық та сұрақ бар. Жүгіруден жарыс болып жатыр. Сіз жүгіріп келе жатсыз. Бір кезде екінші келе жатқан адамнан оздыңыз. Сіз қай орындасыз? Бірінші орын емес. Сіз екінші орындасыз. Өйткені бірінші келе жатқан адам озған жоқсыз сіз. Сіз екінші адамды оздыңыз. Сіз болдыңыз. Екінші логикалық сұрақтар отыр. Үшінші, қадірлі ағайын, дәстүріміз көп қой. Кішкентай балаларымыздың тойы болып жатыр, тұсауын кесіп жатырмыз. Енді қазақта бір жақсы дәстүр бар. Ол бәстіре деп аталады. Бәстіре деген қандай дәстүр екенін тауып. Әне, келіңіз, сіз білесіз, сізге бір жақсы сыйлық дайындап. Охо, қошемет құрметке. Нағашы жеңгеңіз, енді тойымыз құтты болсын. Бәстіре деген дәстүріміз? Бала нағашысына барған кезде бәстіре береді. Балаға аталатын мал деп жатсыз ғой, мал атап береді. Қазақша қарағанда ол бала дүние келгенде сол күн төлеген ботан немесе қолды баланың бәстіресі деп атау салды. Оны жеңге нағашы береді деп жатсыздар енді. Бәрі дұрыс, той құтты болсын. Сыйлық сізге арнайы. Биіңізге, өзіңізге, биіңізге орамал мінекей.
Tағы да бір сыйлығымыз бар, енді нағаштың жолы бөлек қой, той құтты болсын. Аямаймыз сізге бәрін береміз. Сіздер қыз беріп жатсыздар ғой, бізге бәрін береміз, бұйырсын. Той құтты болсын. Десеңізші, берейік десең. Бір беріңізші сыйлықты, береміз деген соң. Бәріне екі сұрақ қойып жатырмыз дей тұрғанымыз. Сізге де бір сұрақ қоя кетейін. Жеген сайын жылайсың, ол не? Көзің ашиды ғой, пияз. Пияз, жеген сайын жылайсың, ол пияз дейді. Ол бірақ таяқ екен. Жеген сайын жылайсың, таяқ дейді мына кісі. Мына кісі таяқ жемейтін кісі ғой еді, өздеріңізде. Ол кіммен дейді, әпкемізге. Сүйеш бір сәтті басқа жерге тимеген қадірімді үрлетің қазақ қызға үйреніп қазақ қызға үйреніп. Рахмет сізге, алла разы болсын. Бейіңізге, алла аяғыңызға күш қуат берсін. Әкелеріміз ақта алыс сапарға кеткен адамға аман есен келуін тілеп, ағып, жақсы ниет тілегін айтып, көрші olan қонақ шақыратын дәстүр бар. Ол әпкеміз айтам дейді неге. Қоймасын тәрімді. Ол дәстүр қалай аталушы еді? Оқынға. Қашан қалады? Сапардан аман есен келсін Оқынға. Алла амандығын беріп, жақсы келсін, абыроймен келсін деп бәр немереге сый-сияпаттарымыз бар. Сізге де осындай бір жақсы сыйлығымыз бар. Той құтты болсын. Есі дұрыс еркек не істейді ерте тұрып? Жұмыс істейді ғой, ұйқыдан оянады. Біреулер айтады енді. Мысалы, дәкеңнен сұраса, бұл кісі айтады. Әлхамдулилля дейді. Дәрет алады. Намаз оқиды дейді. Біреу жұмыс істейді дейді. Біреу жылқысына барады, малына барады, біреу егінге барады, біреу әйтеуір әркім жұмыс әртүрлі айтады. Бәрі дұрыс дейді солай. Дәрет алып жұмыс істейді. Bir ағамнан сұрады, не істейді деп. Сөйтсем ағам айтады, бала, енді ол есі дұрыс еркек болса, наверное, ерте тұрып, үйіне қайтады деп пе? Сіздер дұрыс. Әпкелеріңізге алла разы болсын. Ой, осындай. Жадырақ тойымызды той боласыздар. Жүре беріңіздер. Бірер уақытта енді сый-сияпатымыз көп қой. Қазір ансамбль құрамыз бұйырса, ой, бір жақсы оркестр болады. Бір тілек беріп олай ол үшін, әуелі. Сөйтейік ба? Қасқалықтарыңызға қарап, сөйтейік. Сен бас имам сияқты өзің тұрады. Дәйін. Өз адал, дәкең адал бар ғой. Әйелі де білетін шығар адалдығын. Адалдығын айтайын. Екі той жасады, өзі болып үйленуін, сосын екінші Омардың той. Тамадағы адал ғой бұл жігіт шығар. Тамадан лақтырмайды, осы тамада болсын. Білмеймін, кішкентай және тезға дейін деме шақырылады. Көтеру жеңіл деймін айтыр, рахмет сізге. Жаңағым айтыр, ой, баяғыда тойда осыны едім ғой деп. Шынымен ұзын едім ғой мен. Кредит алып осындай болды. Той құтты болсын, бүгін жақсылық, бүгін қуаныш, бүгін той. Енді ет жақындар бүгін тойға келді. Тойдың барысын айтайын, бір-екі жақсы тілегіміз бар әлі. Одан кейін үзілісіміз бар, соңына қарай, өй, пакет таратпаңыздар, мен өзім айтам. Өйткені бір әйел бір нәрсе сала бастаса, екінші әйелге салғысы келіп кетеді. Айтам өзім, субботник деп, сөзді бастар. Қазпақа ақырында де. Қазір енді тойымыз құтты болсын, бүгін нағашылар деп жаңа арнайы шақырамыз деп ниеттенгенбіз, дей тұрғанмен құдалар дегенге бізде құдамыз ғой деп ағаларымыз шыққан екен, дей тұрғанмен жас нағашыларымыз осы тойдың төрінде біз сіздерді құрмет қошеметпен ортаға қарай шақырайық. Нағашылар Омарымыздың нағашылары. Жаңа үлкендері бастап шыққан енді жас нағашылар, өздеріңізді қадірлі, қымбатты нағашылар, бір жағы той иесіне құда бала құдашылар бір жадырап билеп шығайықшы. Тойларыңыз құтты болсын, Омартай азамат бола берсін, денсаулығы мықты болсын. Тойдан тойға аласа берсін, тойларыңыз сіздерге денсаулық тілеймін. Омартайдың қыздардың қызығын көріп, ер жетіп, үлкен азаматша болып өсе берсін. Халықтың қалаулы азаматшалар бола берсін. Әлиядан Омартайдың тұсаукесері құтты болсын. Өзім ерекше жақсы көремін Омартайды. Сол қыздардың артынан еріп, күлімдеп жүре берсін. Сендерге амандық. Осыларды өсіріп өндіре беріңдер. Бақытты болсын.
Ассалаумағалейкум тосугер қауым. Тәте, аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Жездеке, әпке, сіздерді көрген қуаныштарыңызбен құттықтаймыз. Біздің жиеніміз Омар үлкен жігіт болып өсіп, имандық жігіт болып, көшбастар, ер жігіт болып, үлкен биіктердің көріне берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын, еңбегіңіз сау болсын, ауырмаңыздар, тойғандай тойлап жүре беріңіздер. Жезде әпке, құтты болсын тойларыңыз, Омардың бір жасы, сол кісіге. Үлкен азамат еліне белгілі, халқына қалаулы, азамат болып өсе берсін, барлық жақсылық тілеймін, ауырмасын. Салиқалы ұрпақтардан бола берсін. Аға тәте, жезде әпке, баламыздың тойы құтты болсын, дені сау болсын, еліміздің қалаулы азаматы болсын, әрқашан жолы ашық болып, жүрегінде иманы бар жігіт болып өсе берсін. Жезде Омардың сөзі құтты болсын, жолы ашық болсын, биіктерден көрініп, біздің Омарито деп отыратын күнге жеткізсін алар. Тағыласа бағы беселі болсын, қайда жүрсінде жолы ашық болсын, аман болсын. Бәрекелді бізде сіздердің ақшармақ тілектеріңізге қосыламыз. Той құтты болсын, осы қадірлі қайын жүрді, аман болсын. Жігіттің өзі үш жүрді бар ғой. Сол жақсы күйе бала болып, сіздерге жезде болып, жүре берсін, тойымыз құтты болсын. Біз де жақын болып тұрмыз ғой. Оны сізден алып өзіміз келіп жатыр айда. Аман болсын. Мен білетін бір жақсы күйе бала бар дәке. Өзі ақ көңіл, кішпейіл өзі. Мынандай жігіт бар, көрсеңіздер өзі риза боласыздар. Өте бір жақсы күйе бала. Сіз де сол жігіт сияқтысыз. Ол менің енемнің күйе боласы. Жақсы жігіт, да? Сол сияқты жүре беріңіз. Аман болайық бәріміз. Тойымыз құтты болсын. Бұл кісілерді не үшін жақсы көреміз? Көгеріп көктеп отырмыз ғой. Аллаға шүкір оңтүстік елінен келін алып, әйел алып, жар алып, жар сүйіп, сіздерге Алла разы болсын дейміз. Нардай нағашылар аман болсын. Енді бұйырса, бір ауыз айтасыз ба? Енді бұйырса 89 жыл болсын сіздерге күйе бала болыңыздар бұйырса. 100 жылдық дейді ғой күйе бала. Bir ауыз айтайық. Мынау жат тілектен бөлек біздің жиенімізге енді жаңа ер жігіттер жатырмыз, ертең бұйыртса алдымызда ағаларымыз айтып отыр ғой. Бізде бір атап келген тайымыз бар, соны рұқсат етсеңіздер. Бәрекелді, бәрекелді. Нардай нағашылар жаңа айттым ғой. Ақан серіге міне дауысы осы соңғы ғой. Ақан серіге құлагерді сыйлаған сол нағашылары болған екен ғой. Сол нағашылар сияқты бізде де нағашылар бар деп жатырмыз. Омардайдың нағашыларына рахмет. Сол берген аттарыңыздың ғұмыры ұзақ болсын бұйырса. Той құтты болсын. Суретке түсіп алар естелік. Ертең айтып жүретін той болсын. Қыз алып, келін, жарық таңдап осы сіздерден оңтүстікке күйе бала болып жатсыз. 1000 жыл құда болыңыздар сіздер. Той боласын. Енді жадырап билеп қайтайық. Сонау оңтүстіктен келдік. Мен рұқсат болса, қазір сіз сияпаттарыңыз Қазақстанда көрсетпей берілгеннің барлығы пара болып саналады. Көрсетіп беріңіздер. Міне, той құтты болсын енді. Ана кісі кассамына жақта деп тұрғанда. Азия тобын білесіздер ғой. Азия тобы жаңадан құрылғанда осы Азияны құрушылардың бірі, негізін қалаушысы, танымал Азия тобының мүшесі, экс-солисі, қазірде Азамат Тахиров болып, өзі эстраданың жолында әндерін шырқап жүрген әншілдарыңызбен шақырайын, сіздерге жақсы көңіл күй, тамаша ән сыйлайтын Азамат Тахиров бауырымыз. Ассалаумағалейкум, көп рахмет. Ал кішкентайларыңыздың, омар ұлдарыңыздың ғұмыр жасы ұзақ болсын, той құтты болсын, айтылған ізгі ниеттер, тілектер бәрі қабыл болсын деген ниетпен көңілді ән қазіргі бір және биледен бір мен сені ешкімге бермеймін деген ән бар, сіздердің құрметтеріңізге көңілдірек болсын.
Үйлеріңізге көп рахмет. Баяу ән. Мен сені ешкімге бермеймінден кейін айтылатын ән. Үйлеріңізге көп рахмет. Жұртасып үйлеріңіздер енді. Армансыз адам болмайды. Қабылыңыздар. Бәріне өзім жетемін де, тереңдерді кешіп өтемін де, жүрегімді неге қимай берем, бұйырмасқа адам жетер ме? Армандалды ойды орындалмай, өмірімде білдім жаным қалмай, өткен күндер өткен сағымдардай, бәрі бекер ме? Armağanlarınız ortada versin. Toy toymaz. Біреудің әйелмен билесеңіздер орнына апарып қойыңыздар. Рахметіміз айды. Ерекше вальс, вальс деген қандай? Әдемі. Осы вальске шақырған сізге рахмет. Шыққан сізге рахмет. Сый-сияпатымызды тапсырып қояқшы, осы кісілерге. Тойдан естен. Көрдіңіз бе? Билеп жүрсеңіздер көзге түсесіздер. Ат салысыздар. Осы тойда көңіл жүргендер үшін рахмет сізге. Сосын мына жақта біздің бір джентльмен бар. Жаке, сіз шақырдыңыз? Сіз ғой құдашы, сізге бір сыйлық берейікші. Осы вальске шығып, тойыңызды тойға бастырып, әдемі билеріңізді. Билеріңізге, көңіл билеріңізге. Ал енді қымбатты ағайын үзілістің ауылы емес,
Илахиямете үлкендерге батасын деп сыртқа шығамыз ғой. Дей тұрғанмен бір жақсы тілекті әріптестер, ағалар айтсын, сол жақсы тілектен кейін бір үзіліс жасаймыз деген ниеттеміз. Сыртта жүрген жоқ болсын. Ағаларымыз, ғалым, айдын ағаларымыз, Мадияр имам депті жұбайымызбен, екі Мадияр ағамыз бар екен. Ерік ағамыз жұбайымен және қымбатты, қадірлі Жанардай ханым тойымыздың төрінде Жазерке ма? Жазерке, сізді шақырайық. Жандос Ақбейіл, Насым жұбайыңызбен Айшуат, Айназ, Айтқали, Баян атты әріптестер. Бір ауыз жақсы тілейміз, тілек ниетті білдіріп қояйық. Тойдың төріне көңіл күймен әдемі мерекемізді. Ал қымбат мінеге ағаларымыз, жеңгелеріміз тойдың төріне келді. Енді жақсы ниет тілекті бірге тыңдайық. Бүгін жақсылық тойдың төріне келіп жатқан қадірлі ағаларымыз. Баяғыда бір-екі дос атбек екен, бәйгеге ат қосады екен. Сөйтіп екі дос, екі бауыр ат қосамыз деп бір кәрияға барып сұрап, кәрия, ақсақал, екеуміз доспыз, жерлеспіз, екеуміз де бәйгеге ат қосайық деп жатырмыз. Айтыңызшы, қайсымыздың атымыз алдымен келеді деп сұрап, сөйтсе екі достың көңілін жықпайын деп кәрия айтады дейді, екеуінің де атың алдымен келеді. Осы уақытқа дейін артымен келген атты көрген жоқпын деп айтады. Сосын аттарыңыз алдымен жүрсін, ағалар аман болсын, ал өздеріңізден ақ тілек. Ал енді ассалаумағалейкум. Мына жерде тойға жиналған көпшілік, мына жерде құда, жекжат, мына енді Омардың нағашылары сол жақтардан келіп отыр екен. Мына енді бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бақытына бақыт көл, мына енді немерелерінің тойы құтты болсын, мынау өмірге деген алғашқы қадамын басып, мына тұсау кесіп отырғансыздар, тұсауы үлкен азамат болып, мына өзіміздің салиқалы ұрпақтың үлкен бір азаматы болып, айтады ғой, атаның емес адамның баласы болсын деп, осы халқымыздың кереметтей бір азаматы болсын. Мына енді Дарханға да айтып жатырмыз ғой. Жиын ел болады, жайлы болса, жерге ас болады, майлы болса дей ма? Мына енді Дархан өзіміздің енді артымыздан еріп жүрген ағалап інілеріміздің бірі, әрқашанда көппен араласып өстіп, мына елдің азаматының, мына өзім сияқты Омарымызда ата-бабаларының жолын қуып, өстіп үлкен азамат болады деп өзіміз сенеміз. Әрқашанда үйлерінде той болсын, балалы шағалы болып, әрқашанда осындай жақсылықтарын кездескілейді. Бұна енді жиеншар дейміз, бір енді кеншарға бір тай. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бақытгүл дәде, мына бүгін енді Омардың бір жасы тұсау кесер деп жатырмыз. Сіз ғой енді нақты иесі, әжесі, осы қуанышты көптен күткен. Бірінші Аллах сізге денсаулық берсін, бәкен екеуіңізге. Денсаулық беріп, сол немерелеріңіздің қасында жақсы апа болып жүре беріңіз. Өнен кейін Әлия Дархан, мынау да сендердің де көптен күткен жақсылықтарың. Омар жақсы азамат болсын енді. Жақсылықтың жалында жүрсін. Елінің қалаулысы болсын. Жүрегінде иманы болсын. Сендерге денсаулық тілеймін тек қана. Бүгінгі айтылған тілек, бәрі жақсы тілекпен келіп отыр ғой. Соның бәрі қабыл болсын. Омарымыз әрқашан алдымызда шапқылап жүре берсін. Аллах әрқашан жақсылық берсін. Ассалаумағалейкум, тойшылауым, тойларыңыз құтты болсын. Бақтар атеде, Дархан келін. Не айтам? Омар баламыз денсаулығы мықты болсын, елдің азаматы болсын, денсаулығы мықты болып, өздерін тең қартайып, сол қысығында тоймен жүріңдер. Өзіміздің себебін атынан Нұртай. Жақсылыққа ұмтыла берсін. Сол бүгін қызым бір қызыма қоймай жүре берді.
Assalamualaikum, toyшыл қауым. Аға тәте, немерелеріңіздің өмір жасы ұзақ болсын, аңсаған арманына жетсін, тек қана биіктен көрінсін. Енді Дархан, ұлдарыңның өмір жасы ұзақ болып аңсаған арманына жетіп, жақсылығын елмен жұртпен бөлісіп, Алла Тағала нәсіп етсін, істеген істеріңе берекет беріп, өстіп шаппақ әрдайым босағаларыңда жақсылық болсын, той болсын. Сол тойда өстіп ел жұртпен бірге жүруге нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін керемет жақсы той болып жатыр. Аға тәте, осы үлкендеріміз аман болсын, нағыларымыз осында бәкенде үлкен азамат болсын, үлкен кісілер бата беріп жатыр. Баталары қабыл болсын, елдің азамат болсын. Сіздер ойбай ерлерімізден асып қайда барамыз деп тұрмыздар. Дей тұрғанмен бір ауыз айтайық. Әпкелі? Қайсы? Келіңіз. Өзімен бірде адамдар жақсы көреді, бір ауыз айтсын. Кеш жарық, құрметті қонақтар. Бүгінгі жасап отқан тойларымыз құтты болсын. Үйлеріңізде тек қана жазылып, той осындай болсын. Дархан барлық пенсиялардың айтып жатқан тілектеріне қосылам. Омардың артынан ең аз дегенде 3 інісі болсын. Осындай деп тұр. Қазақта осындай тойға келіп төбе көрсеткеннің өзі тілек қой. Осы әулетті сыйлап, осы жанұяны сыйлап келген баршаңызға. Той құтты болсын. Жаңағыларымыз айтып жатыр ғой, біздің әулеттен бір тай деп. Құтты болсын. Сол Алла қаласа сол тайды мініп үлкен азамат болсын бұйырса. Ағаларға рахмет. Енді Берік ағамыз да хабарласып жатыр дейді. Кеше президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлымен бірге Пекинге кеткен екен. Бүгін сәлемін жолдап, мен де осы тойға қатысқым келіп еді дей тұрғанменен енді іс сапарда жүр екен. Еліміздің осы президенттің жанында жүр екен ел ағасы. Той құтты болсын. Берік ағамыздың атынан бір ат мінгіздім деген екен. Ол ат та құтты болсын бұйырса. Бауыр әнем алып жүре беріңіздер. Той деген жақсы ғой, осы басы қосып. Бауырлар бір-бірін, туыстар бір-бірін сағынысып көрсетінше тойымыз құтты болсын. Енді өткенде ана бір педколледжді бітіріп, бір қыз жұмысқа келіпті, мұғалім болып. Оқушылардың біреуі кішкентай бір-екі оқитын оқушы сұрайды дейді. Апай, айтыңызшы, мына ауыз су деген бірге жазыла ма, бөлек-бөлек жазыла ма деп. Жас мұғалім ғой, арасын жақын-жақын жаза беріңдер деп айтады. Сағынай осы тойдан арыларымыз одан ары жақындап кетсін. Ағалармен қымбат. Берса, жадырақ үлкендердің ақпарасымен орнымыздан тұрып үйге келеміз деп тұрмыз. Сөйтке түстік. Ал жеңгелерге бір ашыңыз күй сағынықты бір билеп, жеңгелеріміз ағаларымызды бірге жайғасыға болады. Armanlardan
дистанция сақтап келе қалдық сонда. Қазір үзіліске шығатын уақыт болған сияқты. Ағаларға, жеңгелерге рахмет. Менде болса ас қайыр батасы болсын. 30 минуттай отыра биге келейік, сыртқа шығып серпі болайық. Құдаларымыздан қадірлі нағашылары, әкелеріміз бар, өздеріміздің батасы сұрайық. Илахи әмин. Әумин дейік, берейік бада, дарысын қыдыр ада басқа байлық деге сауық берсін. Елім заман тыныш заман болсын, Алла жарылқасын, тек жақсылық болсын, той болсын. Омар баламыз үлкен жігіт болсын, сол тойларының қызықшылығын көре білейік. Әумин ақбадаңыз қабыл болсын, баршаңыз ортаға үзіліске биге шақырамыз. Омар дайымыздың сау кезерінде келіңіздер, билік жадырап, бүгінгі тойды қыздырайық. Той құтты болсын, баршаңызды биге.